Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики! Сабақтың тақырыбы отбасыңда неше адам бар? Тема сегодняшнего урока – сколько человек в твоей семье? Мақсаты отбасында неше адам барын отбасы мүшелерін айтады. Первое задание, бірінші тапсырма. Давайте ответим на эти вопросы. Сенің отбасында қанша адам бар? Сколько человек в твоей семье? Менің отбасында 4 адам бар. У меня в семье есть 4 человека. Жарайсыңдар балалар. Келесі бізде 3-ші тапсырма, третье задание, 55-ші бет. Внимательно слушаем текст. Менің атым Әнел. Меня зовут Анель. Менің отбасым үлкен. У меня большая семья. Отбасымда 5 адам бар. У меня в семье 5 человек. Менің әкем, анам, ағам, сіңлім бар. У меня есть папа, мама, брат и младшая сестра. Анамның аты Сәуле. Маму зовут Сәуле. Әкемнің аты Асқар. Папу зовут Аскар. Ағамның аты Қанат. Брата зовут Канат. Сіңлімнің аты Алуа. Сестренку зовут Алуа. Біз татумыз. Мы дружные. Мен отбасымды жақсы көремін. Я люблю свою семью. Келесі бізде екінші тапсырма. Второе задание, страница 55. Суреттерге қарап, сөйлем құрап жаз. Посмотрите на эти картинки и составьте предложение. У нас есть образец. Мен ағаммен шахмат ойнаймын. Ребята, мы увидим на картинке, играют в шахматы, идут в горы, идут в магазин, катаются с горки и качаются на качели. Бірінші сөйлем, мен ағаммен шахмат ойнаймын. Второе предложение, мен ініммен дүкенге барамын. Мен сіңліммен сырғанақ тебемін. Мен әпкеммен әткеншек тебемін. Мен ағаммен тауға барамын. Я с братом играю в шахматы. С младшим братом пойду в магазин. С братом пойду в горы. Ребята, вам понятно наш сегодняшний урок? На этом наш урок окончен. До свидания. Сау болыңыздар, балалар.